Ну что, поехали. Бро, вспоминай, чему я тебя учил. Заводим. Запас Превыше всего. Давай назад. нам туда, да? Да, нам назад сначала, да? Думаешь? Да, чуть-чуть назад давай. Вертикал? Нет. Включай заднюю передачу. Да. Внимание большое на зеркала. Поехали. Окей. Плавно поехали. Мы вот так просто выезжаем. Думаешь? Конечно. Давай, успокойся, я так 100 раз сделал. Давай. А то мы сейчас здесь встанем. Давай, еще. До конца уже, все, держи, так? Давай, не тормози, а то мы встанем. Газ. Ну вот видишь, мы встали уже. Все, стоп. Мы забуксовали, мы застряли. Мы с тобой забуксовали. Давай назад. Отпускай газ. Давай назад. Братан, ты на нейтральке стоишь, видишь, ты не поставил. Нет, ну вот смотри. Воздуха не было, поэтому, наверное. Нажми на тормоз. Ставь назад. Потихоньку назад. Давай, смелее. Все, стоп. Теперь вперед. Сильно не выворачивай. Ага, все, поехали. Вот так ты должен выехать сейчас. Давай. Газ. Давай. Не отпускать только. Давай. Выворачивай налево. Сильно не нажимай на газ. Не нажимай сильно. Стоп. Тормоз. Ручник. Отпусти руль чуть-чуть сюда. Да, налево. Давай. Как будто бы как-то не так едет. Нормально все. Ага, давай. Не тормози, не останавливайся. Вот сюда теперь. Прямо. Ага, вот сюда. Сильно не газуй, Мит. Ага, все. Не газуй сильно. Левее бери и выезжай туда. Также не менять скорость, да? Да, ничего не меняй, спокойно езжай. Я тебе сейчас нажму волшебную кнопку. Давай. Стоп. Мы застряли. Опять. Че, сирена, что ли? Конечно! Ой, бля, onun benim bir tu geri git. Ой, bля, onu bir tu geri git. Ой, bля, onun benim bir tu geri git. Ой, bля, onu bir tu geri git. Ona bir tu geri git. Азанмен өйстіп батып қалып, әйтеуір әрі бері тартып шықтық байтеуір зорға. Так, енді әрі қарай кетіп бара жатырмыз. Вот. Құдайға шүкір, бәрі жақсы, бәрі нормально. Жаңбыр жауып тұр. Шамалы салқындап кетті. Білмеймін, енді Москва жақта плюс 20 еді. Сибирьде уже плюс 12, плюс 10 болып тұр. Түнде вообще салқын болды. Плюс 3, плюс 2 болды. Иранбек бейшара қатып қалды. Ночью же холодно было, да? А? Ты не замерз ночью? Ну нет, не как предыдущая ночь. Не как предыдущую ночь. Предыдущую ночь вообще замерзли, да, мы с тобой? Да, там было холодно. Сегодня
вполне нормально. более-менее нормально. Так что солай, жігіттер. Так, GNT дейді. Қазақстанның нөмірі 02 Алматы 88 АГФ. Менің байқағаным, вообще мына Қазақстанда бізде қазақ дальнобойщиктер, вот конкретно профессионалдар или аз ба, білмеймін, көп мына Қазақстанның фурасын қарасаң отырған қазақ емес жігіттер. Мен оған қарсы емеспін, ради бұл, кім отырса ол отырсын. Ол бір, екіншіден мүмкін мына GNT, анау мынау деген компаниялардың бәрі Ресейдікі болғасын, Беларусиянікі болғасын, мүмкін олар өздерінің азаматтарын тартатын шығар деп ойлаймын. Мүмкін енді, білмейміз ғой енді, бірақ біздің өзімізде де филиал бар Қазақстанда да, Лидер дороги деген. Жұмыс істеп жатқан клиен осы біздің Қазақстанның жігіттері. Озу көреді, айтып, қарын ашып кетті, что-то, ема. Нет, машина келе жатыр, көрмейміз. Ауыр келе жатырмын да. 20 тонна 800 килограмм болып келе жатырық. Поэтому бірден агонға шығып кете алмайсың. Вот солай жағдай, жігіттер. Бәрі жақсы, бәрі нормально. Әйтеуір азам мен сол қораға кірдім ба деп ойлап едім. Өткен машина батты. Әрі жүре алмайсың, бері жүре алмайсың. Мен ойлаймын, не істедік мынау деп. Нормально тұрған жер едік қой деп. Жаңбыр жауғасын, батпақ болғасын, өзі сондай. Бір несі, аяқ астындағы топырағы бір жұмсақ болып кеткен. Сондықтан да шыға алмай қалдық шамалы. Қазір Омскіге қарай жақындап келе жатырмыз. Омбыға где-то бір жарты сағаттың ішінде уже Омбыда боламыз. Омскіні айналып, Газпром заправка бар, заправкаға кіріп, соляркамызды алып, әрі қарай жылжимыз. Вот солай жағдай. Приключениесі жүре алмаймыз ғой, ё-моё. Бірақ бірден оянады екенсің осындай бір. Анау-мынау болып жатса, бірден оянып кетесің ғой бірден, прям. Уже неше түрлі ойлар кетіп жатыр ғой, эвакуатор, ақша, 2000, 3000, 5000 рубль, короче, онымен келісіп жатсың, оны сындырып жатсың, еще қазақпыз ғой шамалы, скидка жасасайшы деп. Так, шығып кетейікші мынаны, қарын ашып кетті десек. Үйчер жіберген дейсің ғой мұнаны. Жүрсің деп. Я иногда сам говорю и сам смеюсь, так что ты не обращай внимания. А то ойлаймын, мынау кімге міндің, мынау жындыға келген. Мен емес, мынау келген сияқты Африкадан деп. Өзімен өзі күліп келе жатыр деп. Сосын ол адамда стереотип болады, ойлайды, Қазақстан жігіттері өздерімен өздері күліп жүре береді екен деп. Анда-санда айтып қойып қояйық, неге күліп отқаның, масқара болып секіріп кетті тағы. Қатынынан бәлеге қалармыз. Так, не болып жатыр мынау. Біз қазір 20 тонна сыр алып келе жатырмыз. Сыра, пиво. Кетші көрейік. Сыр алып келе жатырмыз. Шыны бөтелкеде 20 тонна полный прицеп қой енді. Білмеймін, мына жолда келе жатқанда жол деген өте нашар болды ғой. Ол артта не болып жатқаны белгісіз. Еще бұл приколдың бір несі, сен келесің, складта машинаны тығасың, и сені босатқан кезде, түрмеден босатқан дейді, Құдай сақтасын. Сені осы затыңды түсіріп алған кезде, олар санайды. И қарайды, қанша бутылка сынған екен. И сонша бутылка емес, ящик деп списать етеді ғой сенен. Допустим, бір ящикте 20 бутылка, е? Со 20 бутылканың біреуі сынса, бүкіл ящикті сенен не қылады, списать етіп жібереді. Соншы жаманда, кезінде болған мен үйіме 20 ящик ба пиво алып келіп, сол 2 жыл ішкенмін деймін. 2 жыл емес енді. Әркімге таратасың ғой енді алғасын. Сонымен байқау керек, өйткені қазір келіп алып, қораға кіріп,
Құдай сақтасын. Көреміз ғой енді қанша, бірақ үміт бар енді, не дегенмен бір өте бір терең жерде үміт жатыр. Ресейде, Қазақстан сияқты ғой, кейбір региондар бар, бля, оңбай қалған ғой. Осы оңбай қалған неше жыл болды, осы 10-20 жыл, короче, ештеме өзгермейді ғой. Сол баяғы тесіктер, сол баяғы шұңқырлар, сол баяғы жаман жолдар, жұмыс жоқ, короче, білмеймін, ақшаң қайда кететінін. Аномальный зона шығар, или біреудің қалтасына кетіп жатыр ма. А кейбір региондар міне келе жатыр ғой, нормально, жол сайрап жатыр, бәрі нормально, разметка бар. Бізде де сол Қазақстанда да. Поэтому көреміз енді келгесін не болғаны. Жолдастар, жалпы айтқанда, осы Қараторы болғанның жақсы жері де бар, жаман жерлері де бар екен. Мен осы Мейрамбекпен уже 3 күн болды бірге келе жатқанымызға, осы жолда, дальнобойда. Біріншіден енді әңгіме жоқ енді, мына Құдай берген ерін, сосын осы Қараторы әйелдер, буксилері енді букси болып келеді ғой, енді базар жоқ. Сол біздің көп қыздардың арманы. Кейбір қыздар салон красотыға барып, сол ерінің істеттіріп, көтенің істеттіріп, мына емізетін емшектерін істеттіріп, енді айтатын жоқ, енді ұяты жоқ. Жүреді, енді оның бәрі енді сұлулықты енді не қылады да, қуалайды да. Бұл осы Африканың адамдарына өзі Құдайдың өзі беріп қойған оны. Енді кемітпей ақ қояйын, енді біздің қыздарды да, біздің ауылда да осы мен жеңгелерім бар, бала емізгенде баланы баймен бірге емізіп жіберетін. Сөті деген шелектеп демей ақ қояйық енді. Енді нормальный бөксе десе бөксесі бар, омырау десе омырауы бар. Енді бәрі бар, енді жеңгелерім де бар менің. Бірақ сонда да енді көп қыздар, енді қаланың қыздары әсіресе өстіп бір жерін үлкейтетін заманда бар қазір. Ол да бар. Ол нәрсе де бар. Бұл бір, екіншіден кеше кафеде тамақ ішіп отқан кезде бір әйел келді, тамақ алып келе жатқан официант қой, и маған айтады, мынау мен суретке түсуге бола ма дейді, орысша. Мейрамбегің енді орысша біледі, мен айтам, тамақ ішіп алайық, әуелден ыңғайсыз болып қалды да шама алмаған. И бір кезде тағы да қайтып келді. Кәмпит берді Мейрамбекке, нан берді. Мен ойладым, Мейрамбек, все, бітті, қораға кірдің қазір. Маған айтады тағы да, мынау мен суретке түсуге бола ма дейді. Мен айтам, өзінен сұрасып, бұл орысша біледі деймін. И сосын маған айтады, сен мен суретке түссем бола ма дейді. Енді бір жағынан мен білмеймін, қалай түсіндіремдер білмеймін енді. Мен үшін шамалы бір ыңғайсыз болып қалды да. Бұл бейшарада ыңғайсыз болып отыр. Қызарғаны көрінбесе де енді мен сезіп отырмын ғой, ұялып отқаны. Көп адамдар енді шамалы қараңғы болып келді, надан болып келеді енді. Надан емес енді бір не шығар, бұл қызықта енді адам. Сен аппақ болып отқанда, оны қап-қара отыр, ё-майо. Кеше қарай түсірген кезде көрінбейді ғой вообще. Маған айтады, көрінем ба деймін, айтам, күлші деймін. Күлген кезде тісі ғана көрінеді көзімен. Не істейді енді? Құдай сөйтіп жаратқан ғой. Құдай сөйтіп жаратқасын. Осындай да моменттері бар екен. Соны айтайын дегенмін сіздерге. Егер Қараторы жігіттерді көріп жатсаңдар, әйелді көріп жатсаңдар, қолдарын шошайтып, ойбай анаң қара, мынау түрі жаман сөздер айтып кетеді да енді. Намысына тиетін адамның. Бұл да адамның баласы ғой. Егер біз, допустим, бәрін тастап, сол осының үйіне баратын болсақ, бізге де айтады, мынаны қарашы, мынау анемия ма, қан жоқ қой, мынау аппақ екен деп. Бізге де ыңғайсыз болады. Так что осы мәнді аңғара жүріңдер. Қанша тез жүргеніммен, мынау біз кеше мына машинадан диазота, тетраксидті, 20 рет обгонға шыққан шығармын, әлі алдында келе жатыр ғой. Так что қатты бар. Обгонға шығудың керегі жоқ, қатты бар. Обгонға емес, қатты жүрудің керегі жоқ. Так, кеттік, бісміллә деп әрі қарай. Күн шамаң бұлт болып тұр. Қазақстанда, Қызылордада +28 дейді. Күн жарқырап тұр. Мынаяқта суық түнде +2 болды. Ё-майо.
сирақ қатып шамал тоңғанбыз. Тоже кричу его, что-то молчит. Так, кеттік ары қарай. Омскіден өттік әйтеуір. Короче, Микитий, бро, я тебе взял рассольник. Давай мы с тобой поужинаем. У нас еще есть рыба, у нас есть манты, у нас есть салат еще. Давай, бон аппетит. Манты, ты знаешь, что такое манты? Манта. Манты. Все. Ақкөлек киген, көк көлек киген құрбыларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген класстастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар.